Қайырлы күн, оқушылар мен ұстаздар. Мен Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, номер 33 орта мектептің 10 сынып оқушысы Оразова Ақбибі. Жобаны жетекшім Жұмабаева Галқар Өміржанқызы. Менің отаныма, менің бастамам республикалық байқауының менің ашық университеттерім номинациясы. Менің сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы мектептік медиа платформа арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру. Қазіргі заманда білім беру жүйесі ақпараттық қоғам талаптарына сай жаңарып келеді. Осыған байланысты бүгінгі оқушылар тек білім алушы емес, олар ақпаратты саралай алатын, өз ойын еркін жеткізетін, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысатын тұлға болып қалыптасуы тиіс. Біздің мектептік медиа платформа оқушылардың әлеуметтік, шығармашылық және ақпараттық белсенділігін арттырудағы маңызды құрал болып табылады. Жобамыздың мақсаты мектептік медиа платформа арқылы оқушылардың ақпараттық белсенділігін арттыру, олардың шығармашылық және әлеуметтік дағдыларын дамыту. Жобамыздың міндеті оқушылардың ақпараттық сауаттылығын арттыру, олардың мектеп өміріне белсенді араласуын қамтамасыз ету, шығармашылық қабілеттерін дамыту, өзін-өзі басқару ұйымының жұмыстарын және жетістіктерін насихаттау. Жобамыздың өзектілігі қазіргі қоғамда ақпараттық технологиялардың дамуы оқушылардың өміріне үлкен әсер етуде. Алайда көптеген оқушылар ақпаратты тек тұтынушы ретінде қабылдайды. Осыған байланысты оқушыларды ақпаратты дұрыс пайдалануды, оны таратуға және дұрыс іздеуге үйрету маңызды. Біздің мектептік медиа платформа оқушылардың ақпараттық сауаттылығын арттыруға және олардың қоғамдық өмірге белсене араласуына мүмкіндік береді. Осы жоба негізінде мен нөлден бастап өзімнің медиа платформамды ойлап тапқан болатын. Медиа платформа мектеп лайф, яғни мектеп өмірі деп аталады. Бұл медиа платформа негізінен 4 бөлімді қамтиды. Ол біздегі жаңалықтар бөлімі, подкасттар бөлімі, сауалнамалар және лидерлер бойынша. Алғашқы бөлімі бізде жаңалықтар бөлімі. Жаңалықтар бөлімінде бізде ең соңғы уақытта болған жетістіктер тізімі көрсетіледі. Мұнда бізде Алтын тұғыр олимпиадасының республикалық жеңімпазы Амзадаева Құралай Ғалымқызы, одан кейін түрлі дипломдар мен алғыс хаттар, The Musical Show республикалық байқауының республикалық жеңімпаздары симфония командасы, одан кейін түрлі дебат турнирларының үздік спикерлері Самхан Ахмет пен Ерболат Абдылмансұр. Астына түсіп қарайтын болсақ, бізде олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпаздарын мектеп директорының сәті суреттері көрсетіледі. Екінші бөлімі ол бізде подкасттар бөлімі. Қазір сіздердің көкейлеріңізде сұрақ туындауы мүмкін. Яғни әрбір мектепте ресми Facebook парақшасы болатын болса, бұл медиа платформа бізге не үшін қажет? Біріншіден, қазіргі таңда ешқандай оқушылар Facebook парақшасына қызығушылық танытпайды. Онда түрлі сынып сағаттары, тәрбие сағаттары және іс-шаралар тізімі жарияланады. Ал ол ата-аналар мен ұстаздарға ғана тиімді. Ал қазіргі оқушыларды біз мүлде Facebook парақшасымен қызығушылық таныта алмаймыз. Ал екіншіден, бұл медиа платформаның артықшылығы мұнда подкасттар айдары бар. Яғни жетістікке жеткен ұстаздармен, үздік оқушылармен бірге подкаст айдары түсіріледі. Бұл подкаст мектеп қабырғасында түсіріліп, сан түрлі сұрақтарды, сан саланы қамтиды. Мұнда қарап отырсаңыздар, біз Самхан Ахмет пен Ерболат Абдылмансұрмен және Амзадаева Құралай Ғалымқызымен сұхбат айдарын жүргіздік. Және бұл сұхбаттар YouTube арнасына жүктеліп, әрбір оқушының көруіне мүмкіндік береді. Ал ендеше бір подкастты ашып қарайтын болсақ, бұл жерде біз Самхан Ахметпен бірге жүргізілген подкаст айдары. Сәлем достар, бүгін бізде Ақтөбе подкаст жобасы. Бүгін бізде ерекше шығарылым, себебі біздің бүгінгі қонағымыз мектебіміздің үздік оқушысы Самхан Ахмет. Ол тек біздің қана қоймай, өзінің саласында мықты нәтижеге жетіп жүрген оқушы болып табылады. Ал ендеше Ахмет өзі туралы айтып берсе. Сәлеметсіздер, менің есімім Самхан Ахмет, мен 10-шы сынып оқушысымын. Мен қазіргі уақытта Қызылорда облысының спикері және Қызылорда облысының балаларының вице-президенті болып табыламын. Және 33-ші орта оқушысы. Подкасттар оқушылар мен ұстаздардың жетістік жолын насихаттауға және өз кезегінде басқа оқушыларға мотивация беріп, олардың дамуына мүмкіндік жасайды. Және алдағы уақытта біз бұл подкастты толығымен жалғастырамыз. Келесі бөлім бізде сауалнамалар бөлімі. Сауалнамалар бөлімінде өзі басқару ұйымының жұмыстарына немесе тағы басқа мәселелеріне байланысты түрлі сұрақтар көрсетіледі. Және ескере кететін нәрсе, бұл сұрақтар ай сайын өзгертіліп, оқушылардың түрлі ұсыныстары мен пікірлері бойынша жұмыс жасауға мүмкіндік беріледі. Және бұл сауалнамалар анонимді түрде жүргендіктен, әрбір оқушы еркін түрде өзінің пікірін білдіре алады. Мұнда мектеп парламентінің қызметі туралы және атқарып жатқан жұмыстарына байланысты түрлі сұрақтар мен ұсыныстар ұсынылады. Бұл мектеп парламентінің жұмысының жақсаруына және өзге оқушылардың қызығушылық танытуына үлкен көмек көрсетеді.
Келесі бөлім ол бізде лидерлер бұрышы. Лидерлер бұрышын ашып қарайтын болсақ, бұнда бізде мектеп жұлдыздары, мектеп мақтаныштары, үздік оқушылар және өзін-өзі басқару ұйымының әрбір мүшесінің суреті көрсетіледі. Бұл жарияланған ақпараттар оқушылар арасында бәсекелестікті тудырып, өз кезегінде мотивация беріп, оқушылардың үздік тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайды. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде өзін-өзі басқару ұйымының әрбір министрлері, түрлі фракциялары көрсетілген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа Қазақстан және цифрлы Қазақстан атты стратегиялық құжаттарына байланысты қазіргі таңда білім беру жүйесі, соның ішінде оқушылардың цифрлық қуаттылығын арттыру ең маңызды талап болып табылады. Яғни, қазіргі таңда еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін қолдарында әлеуметтік желі, барлық ақпараттарды түрлі сайттар мен платформалардан алады. Яғни қоғамның да тарапынан және мемлекеттің де тарапынан осы нәрсе талап етілгендіктен біз бүгінгі осы медиа платформаны одан әрі дамытуымыз тиіс деп санаймыз. Қорытындылай келе, мектептік медиа платформа оқушылардың белсенділігін арттырудың заманауи және тиімді құралы болып табылады. Бұл жоба арқылы оқушылардың ақпараттық сауаттылығы артып, оқушылардың шығармашылық және әлеуметтік қабілеттері дамиды, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысады. Және мен қорытындылай келе өзімнің ұсыныстарымды айтатын болсам, мектептік медиа платформаларды тұрақты түрде дамыту, подкаст жобасын кеңейту және басқа мектептермен тәжірибе алмасу, өзін-өзі басқару ұйымдарының медиа платформада дамыту болып табылады.